Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сымсыз желілер. Сабағымыздың оқу мақсаты сымсыз байланыстың артықшылықтарын түсіндіру. Бүгінгі сабақта сымсыз желілер туралы білесіз. Сымсыз желілердің түрлерін ажыратып салыстырасыз. Сымсыз желілердің өмірдегі қолданыстарын бағалай аласыз. Балалар, сіздер қазіргі таңда интернеттің не екенін білесіздер. Ал сол интернетке қалай қосыламыз? Бүгінгі сабақта соны қарастырамыз. Сіздер үй жағдайында интернетке кабельдер арқылы, модемдер арқылы қосылып жүрсіздер. Ал ұялы телефондарыңыз немесе басқа құрылғылар интернетке сымсыз қосылуға мүмкіндік береді. Ақпаратты тарату ортасының типтері бойынша желілер сымды және сымсыз болып екіге бөлінеді. Сымды желі өткізгіш кабель, оптикалық кабель арқылы. Ал сымсыз желі радио байланыс, Wi-Fi, WiMAX, Bluetooth арқылы таралады. Сымды байланыс желісі. Сымды байланыс желісі байланыс объектілерін, цифрлы деректерді өзара жалғастыратын құралдар жүйесі. Байланыс желісі ретінде кернеуі жоғары желі пайдаланылады. Сымды байланыс желілерінде Ethernet кабелі мен желілік адаптерлер қолданылады. Екі компьютерді Ethernet кабелі арқылы бір-біріне тікелей жалғауға болады. Бірақ оларды жергілікті желілерге қосу үшін коммутатор немесе маршрутизатор сияқты орталық құрылғылар қажет. Сымсыз байланыс желісі. Сымсыз байланыс желісі бұл құрылғылардың бір-бірімен кабельсіз байланыс орнату арқылы деректерді алмасуға мүмкіндік беретін сымсыз технология. Сымсыз байланыс желілеріне Wi-Fi, WiMAX, Bluetooth жатады. Толығырақ тоқталатын болсақ, Wi-Fi ақпаратты тасымалдау үшін радиоканалдарды пайдаланатын заманауи сымсыз технология. Wi-Fi ағылшын тілінен аударғанда сымсыз нүкте деген ұғымды білдіреді. Ол кабельдік жүйені тарту мүмкін болмаған жағдайда немесе тиімсіз болғанда орнатылатын қондырғы. Қазіргі уақытта ғаламторға кабельсіз ену нүктесі көптеген мекеме ұйымдарда қолданысқа енгізілген. Wi-Fi алғаш рет 1991 жылы Нидерландыда пайда болған. Алғашқы кезде кассалық қызмет көрсету жүйелеріне арнап жасалған қондырғы. Wi-Fi сымсыз технологиясы шамамен 100 метр ауқымда жұмыс жасайды. Келесі сымсыз технология WiMAX. WiMAX үлкен қашықтықтарға ақпарат беруге арналған жоғары өткізу мүмкіндіктері бар кең жолақты байланыстарды жасауға мүмкіндік беретін сымсыз технология. WiMAX желісінің жұмыс істеу принципі келесі негізгі бөліктерден тұрады. Негізгі және абоненттік станциялардан, сонымен қатар негізгі станцияларды желінің өткізушісінен және интернетпен байланыстыратын құрылғылардан тұрады. WiMAX сымсыз желісі шамамен 50 км ауқымда жұмыс жасайды. Келесі сымсыз технология бізде Bluetooth. Bluetooth мобильді телефондарға, компьютерлерге және перифериялық құралдарға деректерді немесе дауысты қысқа қашықтыққа сымсыз жіберуге мүмкіндік беретін сымсыз байланыс технологиясы. Bluetooth сымсыз технологиясы шамамен 10 метр ауқымда жұмыс жасайды. Сымсыз технологияның артықшылығына келетін болсақ, біріншіден, қолданушы еркін қозғалып интернетке кез келген жерден қосыла алады. Кабель тарту қажет емес, орнату оңай және тез. Артық сымдар жоқ, кеңістік таза, ұқыпты көрінеді. Кабель мен розеткаларға кететін шығын аз. Сигнал тараған барлық жерде пайдалану мүмкін.
Жаңа құрылғыны қосу оңай, тек Wi-Fi паролі қажет. Оқушылар, тақырып түсінікті болса, тапсырмалар орындауға кірісеміз. Бірінші тапсырма А деңгейінің тапсырмасы. Сәйкестікті орнатамыз. Ойлануға уақыт беріледі. Тексерейік. Барлығын дұрыс орындасаңдар, жарайсыңдар. Келесі тапсырма WordWall платформасында топтастыру. Ойлануға уақыт беріледі. Тексерейік. Барлығын дұрыс орындасаңыздар, жарайсыздар. Келесі тапсырма Learning Apps платформасында жұбын табу. Ойлануға сіздерге уақыт беріледі. Wi-Fi белгісі қандай пішінде бейнеленеді? Толқын тәрізді дөңгелек белгі. Мобильді интернет. Смартфон арқылы интернетке қосылу. Сымсыз желінің басты артықшылығы. Қозғалыс еркіндігі. Құрылғылар арасында қысқа қашықтыққа дерек алмасу. Bluetooth. Wi-Fi желісіне қосылу үшін не нәрсе қажет? Құпия сөз. Wi-Fi құрылғыларды сымсыз байланыстыратын технология. Сымсыз байланыс түрлеріне жатады. Wi-Fi және Bluetooth. Сымсыз байланыс. Радио толқындар арқылы байланыс орнату. Wi-Fi желісі интернетке сымсыз қосылу тәсілі. Сымсыз желілер деректерін беру тәсілі радио толқындар. Төмендегі тексеру батырмасын басып, дұрыс бұрыстығын тексереміз. Барлығын дұрыс орындасаңыздар, жарайсыңдар. Сабағымызды аяқтай келе, сабағымыздың бекіту тапсырмаларына назар аударайық. Бұл жерде бірнеше сұрақ берілген, сұрақтардың дұрыс немесе бұрыс екенін табу керек. Wi-Fi сым арқылы қосылады. Дұрыс емес. Wi-Fi бізде сымсыз желі. Bluetooth қысқа қашықтыққа арналған. Дұрыс. Bluetooth қысқа қашықтыққа арналған сымсыз желі. Келесі сұрақ, WiMAX желісі тек үй ішінде жұмыс істейді. Дұрыс емес. WiMAX бізде үлкен ауқымды 50 километрге дейінгі қашықтықта жұмыс жасайды. Келесі сұрағымыз, сымсыз желіде кабель қолданылмайды. Дұрыс, сымсыз желі кабельсіз жұмыс жасайды. Соңғы сұрағымыз, Wi-Fi арқылы интернетке қосылуға болады. Дұрыс, Wi-Fi арқылы біздер сымсыз желі интернетке қосыламыз. Сонымен балалар, біз бүгінгі сабақта сымсыз желімен танысып, оның артықшылықтарын қарастырдық. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.